Қайда бұл балалар? Егерде статистикаға көз ташласақ, бұл инсанны білмеген кіші қалмас. Кичкенелерден қартларға же әркес бұл көлер yüzлі адам ақында білем. Сізлерді шымды экранлар қаршысында отырып, кім ақында лаф еткенімізні білесіңіз. Доғра тұшынесіңіз, достлар. Бұл Абляш Джемилгерей. Ән чоқ бұл инсанны тойларда яда Инстаграмда көрмек мүмкін. Достларыны да еш бір вақыт ұнытмай. Халқымызда мерақлы аталар сөзлері бар. Доссыз адам, қанатсыз құш. Абляс бейінің құшлары есе чоқ екен. Позитив инсан ве біздің халық арасында, ве достлар әлбетеке арасында урметлі инсан. На самом деле себя открывает сейчас с новой стороны, открывается, и это заметно, это все замечают, это очень хорошо. И я думаю, в будущем о нем узнает вся Украина и вся Россия. Большой профессионал своего дела. Познакомились мы с ним буквально 4-5 лет назад. Познакомились на свадьбе. Я его еще тогда не знал. Когда первый раз увидел, я уже почувствовал, что это очень хороший профессионал. С ним очень легко работать. После него потом монтировать даже не надо. Яқшы тарафларын әпсі айтты, мақтайының мен оны ярамай тарафларын айтмаға да істейм. Чүнкі дайыма бұл инсан чалыша, пек ішкір. Ода свободный даты нету. Мына бір ярамай тарафы, веда бір ярамай тарафы оның магнетизм. Озыне алыштырта сон бұл инсансыз, бұл инсанның тебесімін көрмесең пен қиын олаш. Біз бұтынында топлашқан инсанлар Абляс бейінің достлары. Абляс бейінің яқшы тарафындан білеміз, бұл пек жиди ве гүзел инсан. Бір вақыт шақалар етмей. Абляс әфенді, боледе жиди инсан қал.